Төле би бабам айтады, атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі, өзіне келер ұятта өзі біліп тұрса игі дейді. Ата жол дегеніміз ата бабамыздан қалған асыл мұраны, рухани материалдық құндылықтарды сақтау, насихаттау, келесі ұрпаққа аманаттап жеткізу. Мен осы жолда өмір бойы қызмет етуге, барымды арнауға әлде қашан серт еткенмін, ант еткенмін және осы жолдамын. Сондықтан да барлық сәтте мейлі тойда тілек айтайын, мейлі аста көңіл айтайын, немесе мерекелік бас қосу, туған күн, қонаққа барып ізге тілек айтайын, барлығында да бабалардың сөзін пайдалана отырып, солардың рухын, рухани мұрасын жаңғыртуды, насихаттауды басты мақсатым етем. Және оның нәтижесі де, тыңдарманға берер әсері де жақсы. Енді осы бір өнегелісті өзім ғана жасап қана қоймай, қазір шәкірттеріме де тапсырма бердім. Алғашқы кезеңде олар аталы сөзді, шешендік сөзді әркімге таныс бейтаныс адамға айтуға қорқып ыңғайсызданатын болса, қазіргі кезде шешендік сөздер мен толғауларды өздерінің отбасы мүшелеріне, таныс та бейтаныс адамға ұялмай, қысылмай және ерекше бір ризашылық сезіммен айтатын деңгейге жетті. Осы арқылы біз шәкірттерімізді ата бабаның асыл мұрасына, аманатына адал, соны өздері біліп, түсініп, насихаттап, келешек ұрпаққа қалдыратын нағыз ұлттың жанашыр ретінде қалыптастырып жатырмыз. Шешендік өнер пәннің де басты мақсаты осы. Сондықтан біз пәнді оқыту арқылы шәкірттерді сөйлеу шеберлігін дамытуға баулып қана қоймай, оларда ұлтын сүйетін ұлағатты ұрпақ болуға, мемлекетшіл тұлға болуға, жан-жақты дамыған көшбасшы болуға баулимыз. Біздің пәннің ерекшелігі, сондай-ақ 5 жылдық мерейтойын атап өтіп жатқан Ділмар шешендік өнер үйірмесінің басты мақсаты осы. Осы жолда қызмет етіп жатқан, осы жолда барлық уақытын, күш қайратын, көңілін және пейілін бабалар мұрасына бөліп жатқан барлық шәкірттеріме ризашылығымды білдіріп, сәттілік тілеймін. Біздің алға қойған мақсатымыз бен жоспарымыз көп, соған жетуге және соған жету жолындағы барлық кедергілер мен қиындықтарды жоюға күшімізді саламыз. Аталардың, бабалардың асыл мұрасын аманаттай алмасақ, несін перзент болып туып өмірге келдік? Парасатты перзенттің белгісі ол ата бабаның асыл мұрасына адалдығында. Ендеше осы адал жолдан айнымайық, ұстаздан шәкірт озат, менен озып туған шәкірттердің болатынына сенімдімін.